Ақынжанды отбасы 4-ші бөлім. Тауықтарым 15 жұмыртқа басып берді, сол 15-тің 12-сі ашып берді. Апа кеше шөжелерді иттер қуып, үйге қарай барлығы қашып келді. Енді не 12 шөже түгел ме екен? Уайымдамаңыз, барлығы түгел екен. Бір шөже өлсе сол итті тапқызамын, тауығымның алдына кеп жатқызамын. Шөжені жеп қойғаны үшін оны атаңның мылтығымен атқызамын. Тамақ та дайын болды, түсесіз ба? Отағасы шай дайын ішесіз ба? Енді ешқашан шай тамақ ішпеймін ау, үйге кірмей 1 жыл жұмыс істеймін ау. Балапандар өз қапты білесіз ба? Отағасы тамақ салам кіресіз ба? Келінім ұзақ өмір сүре берсін. Қазір кірем, мама ішке кіре берсін. Сони, бір шөжені өлтіріп қойдым, көміп қойдым, өлгесін. Ойбол, апа бізді өлтіреді, көрмесін. Жайылып жүрген айналамда біраз тауық саған қарай бе өлтіріп қойдым, басын шауып. Отағасы әжептәуір нәрсе білдіргенсіз, не болса да апаға білдірмеңіз. Келін, ыстық шай ішейік, жүріңдер, шөжелерді бір-бір санап кіріңдер. Апатай алыңыз, сіздің ыстық шайыңыз, отағасы ыстық нанмен майыңыз. Құдай қаласа шөжелер өссе байимыз. Кеше кімнің иті қуған өзі қарауылдап жатамын ау. Шөжеге тиіссе папаңның мылтығымен пах еткізіп атамын ау. Шөжелер түгел ма? Не болды саған қақалып? Түгел апа, кірер кезде санадық. Мама, шөжелеріңіз біреу өлтіріп қойса не істейсіз? Не істеймін? Иттердің қасына қосамын да, әкелердің қамшысымен басына осамын да. Кеттім, папам қамшысын тағып келдім. Ей, қайқа? Қазір сыртқа 2 минут шығып келем. Мамаға шөжені енді не дегенмін, біліп қойса үйден құры демей ме екен? Отағасы тамағыңызды жесеңізші, көршінің еті жеп қойыпты десеңізші. Балам өзі тамаққа тойды ма екен, шөжелерді бір-бір санап қойды ма екен? Өзім де бір-бір санап көрейінші, бидай қайда тауықтарға берейінші. Ей, сержан, қара шөже қайда кеткен? Мен бүгін қашып точно айға кетем. Білмеймін, мама санап көріш келген шығар. Болмаса көршінің еті жеген шығар. Көршінің еті жақсы болсын, жаман болсын, шөжелер өскенше сол ақтөс аман болсын. Сен бала итке бәле жауыпсың ғой, кетпедің, мен шөжені шауыпсың ғой. Мама. Түсімеген ғой. Не бала, кешетінде машинамен қашыпсың ғой, қашамын деп бір шөжені басыпсың ғой. Не?